Сәлем достар. Жансаяның каналына қош келдіңіздер. Бізде Жансая, Аяла, Альбина үшеуі Пиндодан заттар келді. Сол заттарын алуға келе жатырмыз. Үшеуі не зат берген екен? Өзіміз есімізден шығып кетті, не зат бергеніміз. Қазір достар видеоға лайк басып, соңына дейін жіберіп алмай көріңіздер. Келген күшті заттарға распаковка жасаймыз. Ал достар, келдік біз каргомызға. Экспресс карго. Жүр. Жүрмін есіп. Осы ел карго. Достар, осыған тіркеліп алсаңыздар, өте тез келеді. Алдында біз экспрессте едік. Мен қазір шатастырып жатырмын достар. Экспрессте едік, ол бір айда келетін тұғын. Енді ел каргоға ауысып едік. 2 аптада келеді товарымыз. Осыншама товар. Достар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Қараңыздар, қаншама халықтың заттары тұр ғой. Қаншама халық сеніп, қаншама заттары тұр. Астында коробкалардың бәрі тола, төбесі тола. Күште, осы қыздарға осы ел карго ұнайды. Ал, товарымызды алып кетейік. Распаковка күтіп тұр достар сіздерді тағы да. Қыздар тағы не берді, не баса берді екен. Пиндода деген бір рахат болды мен не қызыма. Альбина, сен қандай заттарың бар деп ойлайсың ішінде? Не берген едің, сен есіңде ме? Есіңде ме? Давай онда өзіміздің де есімізде емес. Біз енді Пиндода распаковка жасаймыз. Біз кеттік екен. Мен оған қызық отыр, ішінде не бар екен. Достар, бәрімізге де қызық, берген заттарымызды ұмытып қаламыз. Бірақ көзіміз тоймай, әйтеуір анау да әдемі, мынау да әдемі деп бере береміз ғой. Қазір шетінен ашатын боламыз. Ал көрейік. Қайсысын ашасын? Аха, бұл енді белгілі, уже білді отырсыңдар ғой іштеріне, не? Не ол? Ролик. Роликовый кроссы заказ берген екеуі. Тура Альбинанкіндей. Бұл Аяланка. Аяла, сенікі. Жана жерін көрсетші кәні. Жоқ бар. Көріш табылар әйтеуір. Ал мынау Жансаянікі. Ой, оған мынау. Киіп көрейінші. Вау, қаяқтан жанды сенікі? Мен ашын қолым тиіп кетіп. Беш маған әне жеріне тиіп кеткен ғой қолым міне. Бәсе, мынандай кнопкасы болады достар. Соны басса. Қараңғыда көрінеді ғой енді. Мынау зарядкілейтін жері. Альбинанкі де осындай ғой. Ішіне бет тағылып тұрады. Қана басы. Аха. Сенікі кәдімгі кроссовкаға ұқсайды, ал Аялаға мынау тіпті жақсы болды ғой. Байлай алмайды жөндеп. Мына мен регулировка жасап, Істеу керек. мынаны бүйтіп тартып қалсаң қайттан шешіледі. Достар, қараңыз, мен ондай жағына тақсы берем. Вау! Ал давайте. Аялана. Шықты. Жансая күлгін түс жақсы көреді. Аяла мына түсті өзі ұнатты, хамелеон түс. Біресе розовый, біресе күлгін болады өзі. Сондай. Аяла, тура сен размерің ау деймін. 34-ке бердік, әлде 35 па? Давай, бастайық. Қазір ана нелен астында роликтерін тағамыз мынандай баллончиктермен береді, кішкентай роликтермен. Ол біздің әке екеуіміздің зубный пастамыз. Порошковый зубный паста болды. Ашып көріңдер. Ойбай. Осындай зубный паста, достар. Есі күшті ма? Біз жетіп маңдай витамин ғой. Біз әке екеуіміздікі бұл. Сендерді көткендегі күлгін ғой, әкеш соны.
сол нені біз қайталап беріп жатырмыз. Қара зубный пастаны берейік деп едік. Қыздар мама қара біртүрлі ғой деп күлгініне бердік қой. Бұлай түсі күлгін болғанмен тісті өте аппақ қылады және ауырып жатқан тіске көмегі күшті. Бұл да өте ыңғайлы, мынандай кішкентай мына үстімен пик-пик етіп. Давай кеттік келесіге. Келесі зат. Бұл Жансаяның кроксы, крокс паты. Аяланка. Біреу Жансаянка, біреу аяланка кроксылары. Ал киіңдер. Осымен қала аралаймыз деп бәле болдыңдар ғой. Ана тесіктеріне тағып жібересіңдер ғой. Сен размерің бекен? Иә. Аяла киіп көр, сосын тағасың оны кән. Киіп көр. Мынандай достар, мынандай әдемі. Аяланка. Қандай еді Аяла? Сенкі Hello Kitty еді, сенкі. Аяла мына Hello Kitty-лерін тағады. Сенкі мынандай түрлі түсті, короче, нелер ғой, мультиктің кейіпкерлері қазір осыны тағып шығатын болады. Енді Альбинанкі де болу керек. Альбинанкыны ашып көрші. Көрейік. Мені. Біздің қыздар да пиндоға жатып алды, братала. Қалай болды? Анау аяланкі, мынау Hello Kitty кімдікі ма, Альбинаға ма, сонда? Дұрыс. Анау бір размер кішкентай ғой. Жансая бәсе Куроми берген еді ғой, я. Есімізге ең түсіп отыр, мынау Альбинанкі. Ал киіп көріңдер, артына мынаусын тағып. Бәсе кішкене қыз. Ал ки енді аяла. Мамамнан зейін кесіңіз. Таудай болып өз бармақтай бағың болсын. Бақытты қыз бол. Бес елі бағың болсын мәңдайыңда. Өйстіп кетсеге. Кән? Ұнады ма Аяла? Ыңғайлы мекен? Әйтеуір өйстіп магазиндерде жүреді ғой. Біз мына резина деп бұрын андай қылмайтын, сөйтсек бұл әжептәуір тренд хит екен ғой. Аялама аш. Ал келесі Аялан кезегі. Давай. Одан кейін мына бір заттар бар, өзіміз білмейміз не зат екен. Мынау бар екен әлі. Вау! Жансая! Аяла екеміздікі. Давай. Менкі қара. Сенкі қара, Аяланка аға. Аяла. Жоқ, ақ сенікі розовый Аяланка еді. Запас щеткалармен екен, қандай күшті. Мені ашындаршы көрейік. Аха, аш көрейік. Тағасын. Қыздар өздеріне осындай щеткаға берген. Мұхаммед не дейсің? Саған не ол? Аха, енді ананың басы көрейік. Өкәтсі ма? Қыздар өздеріне осындай зубная щетка алды, достар. Регулировкасы ойбай, мынау күшті екен. Ал Аяланкі ағы. Екеуіңкі бірдей, мынаны қараңда. Резинка астына қояды и жабысып қалады. Құлап қалмас үшін. Жабыстырып қояды, короче. Күшті. Құтты болсын. Өшірдім. Ал келесіге кеттік. Мынандай запасной нелерімен, щеткалармен екен қоғам. Мынау деген сендерге бір жылға жетеді ғой.
запаста 4 щеткасы болады екен. Мә, шатасып кетпеңдер, салып қойыңдар енді. Жансаякі тестер. Мынау не? Мен сырты кішкене ашет ашық екен. По-моему, маған ұнайтын очки еді. Ух ты. Мен осындай хамелеон очкиге ойым кетіп жүреді. Әшін ойнап бере салып ем. Прям мынаның доставкасына риза болдым. Мынандай футлярға салады екен ғой. Аман жетпейтін шығар деп ойлап едім. Мынау анандай ғой, зданияның ішіне кірсең осындай аппақ болып тұрады. Күнге шықсаң қараяды. Сондай очки тұғын бұл. Күнге апарып көрейін ба? Күнге апарып қойып қоя сал, одан кейін біраздан кейін алып көреміз. Ал кеттік, распаковка жасай бер. Келесі затқа распаковка бізде. Мынау бұл қысыян келді, айыла. Айыла екеміз біз бәскестік, ашып көреміз, сұр бар айтып қойайық. Мынау сары деді ма? Қандай түс деді? Сары. Иә. Айттым бұл сұр бар. Қыздар өздерінің шашына осындай әдемі қазір трендтегі бояуды берген еді. Көреміз, достар. Жансаяның каналынан жіберіп алмаңыздар. Жасылды аяла берген еді ғой. Біздің каналдан жіберіп албаңыздар, қыздар шашын бояйтын болады осы түстерге. Жасыл түс, күлгін түс және көк түс тұғын. Ой, екеуміздікі де дұрыс емес. Иә. Аяла екеуміздікі де дұрыс. Дұрыс емес. Қыздар ана арасын жазға қарай милировка жасап беріңізші дегеннен кейін көрейікші деп қызық көріп алған болатынбыз. Бояп, одан кейін итогын сіздерге айтатын боламыз, достар. Жансаяның каналына саламыз. Шаш бояймыз деген видеомызды. Жансая күлгін жақсы көрем деп алды, ал аяла жасыл деп алған. Көреміз енді. Осы бояумен Жансаяның каналына видеоны өткізіп алмаңыздар. Қызықты. Шаш бояймыз деген видеомыз шығады. Алисада нең бар? Біз қорғамыз. Ұстағым. Ол біздің берген мүлден басқа еді. Біз мынандай телевизор заказ бергенбіз, қазір тренд хит болып жатыр ғой. Бізде осы достар, бізде қай қала еді, есіме шығып кетті, Ақтөбе или Атырау жақта осыны 25-30 мыңнан деп тұр. Біз Пиндодадан 2300 теңгеге заказ бердік қой осыны. 2300 теңге. Жеңіл салмағы да жоқ. Иә. Аппақ дуалға бұны әкеге жасатамыз. Короче, бұны әке өзі бізге жасап беретін болады. Мына жерде дуалымыз аппақ болғаннан кейін, қазір осындай не дейді? Сумкаға салып алатын телевизорлер хит болып жатыр екен ғой. Осыны бердік. Бұны да каналымыздан көретін боласыздар. Әдемі болып жатса, осымен сүрем. Вау! Жансая мен аяланың, мынау Жансаянкі, мынау аяланкі. Достар, осы жерде айта кетейікші, Жансая айтшы, өткенде осындай Жансаяның осындай әдемі футболкасы бар еді. Соны Жансая басқа киімдермен бірге салып жіберіп, мына футболка қап-қара болды. Прям анан таза деген немен де порошокпен де жуып кетір алмадық. Озонмен жуып кетір алмадық. Прям кетпей қалған. Сонымен тағы да заказ беруге тура келді. И аялаға осы Blackpink'тің мультяжный түрінен бердік. Ал мынау оригинал түрі. Оригинал түрлерімен түскен. Өткендегісі оверсайз еді ғой. Бұл жолы енді қатты оверсайз қылған жоқпыз. Кішкене Жансая өзіңе шақтау қылып алшы деп алғыздық қой. Кәнтен сен киіп көр тұрып. Вау! Біздің аялада соғын кезде оверсайзға ой кетіп жүреді. Жақсы құтты болсын. Қойып қойындар ал. Кеттік келесіге. Ал достар, бізде келесі распаковка. Мынау не зат екенін білмейміз. Енді ашып көрейік. Сен де бір интрига ойнатып отқан жақсы көреді екенсің, е? Мынау не еді деп. Қайсы? Вау! Кән, киіп көр Альбинаға ғой. Ал.
Достар, қазіргі тоже тренд. Қазіргі тренд дегеннен кейін алдық. Кепка вентилятор. Бұны 3 қызға біреу ала салдық. Паркке шыққан кезде, роликпен жүрген кезде осындай. Мынаны дұрыстап зарядтау керек ау деймін, жақсылап, зарядтап қойыңдар. Мынаны бүйтіп басқан кезде қосылу керек қой. Қосылмады, зарядкасы жоқ ау деймін. Осыныкі ма? Қане? Көрейікші, кән. Көріп жатырмыз. Кән. Көреу ғой. Достар, Жансаяның мұна кепкасы келді. Blackpink'тегі 4 айдолдың қолымен осыны қайта-қайта айтып жүрген. Пиндодадан алдық, достар. Заказ берсеңіздер болады. Бұл жақта бұл 15-20 мың деп тұр. Ал біз Пиндодадан 2800-ге алдық, по-моему, ұмытпасам. Шатасуым да мүмкін, бірақ 3 мыңға жетпейді бағасы. Осы жақтағы жаңағы 4 айдолдың қолымен. Ал құтты болсын, тағы не заттарың қалды? Ұнады ма? Күзде кесін. Әкел, мынаны ашайықшы енді. Достар, мен мынаны ашып, өзіме распаковка жасадым. Мен мынандай зат тауып алдым Пиндодадан. Бұны бізде қаншадан көрдім еткенде? 15-25 деп тұрған, по-моему. Мен мынаны 2300 теңгеге алдым. Астынан зарядталады, бетке арналған массажер. Короче, мынаны түрлі вибрациямен бетке гиалурон, коллагендерді жағып алып, осымен бетке массаж жасайды. Аха, қарайды ма? Бұна өшіріп жасайын. Бұлайынан мені. Бетті осылай массаж жасайды, короче. Аха. Ал, достар, бүгінгі біздегі распаковкалар осындай болды. Қайсы ұнады? Маған Жансаяның кепкасымен ролик ұнады. Күшті шыққан. И футболкаң. Вообще маған топ болды. 10-нан 10 деген 10 из 10. Күшті, вибрационный щетка, еще 5 мынандай щеткасымен екен запаста. 1 жылға жетеді онан. Алаңсыз. Ауыстырып тастап, щеткасы ескірсе тастап келесің. Қолда да бересің. Ұнады ма? Аға, астында ма зарядкілейтіні. Ал, сәттілік!